Саламатсыздар. Мен Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалдық техникалық колледждің арнайы пән оқытушысы Сенов Сәкен Бемұратұлы. Токар мамандығы бойынша материалдар және оны кесумен өңдеу пәніне онлайн сабақты түсіндіреміз. Бүгінгі өтетін сабағымыз бұранда туралы жалпы мәліметтер, бұрандалы біріктірулер. Бүгінгі сабақтың білімділігі біріктірулер, ажырайтын біріктірулерді одан әрі дамыту, білім және біліктілікті қалыптастыру. Дамытушылығы ажырайтын біріктірулерді оқу, сызбасын кескіндеу және белгілеу. Графика әдебиетін сызықтағы сауаттылықты, қабілеттілікті, логикалық оймен және кеңістікті елестетуді дамыту. Тәрбиелік мәні адамгершілік негізіндегі еңбекке, ұқыптылыққа, уақытты дұрыс пайдалануға, эстетикалық танымдық қалыптастыруға, әдеби шығармашылық өнерге баулу. Сабақтың негізгі түрі аралас. Әдіс тәсілдері жаңа сабақты түсіндіру, практикалық жаттығуларды меңгеру. Сабақтың барысы бірінші ұйымдастыру бөлімі, бірінші кезең білімгерлерді сабаққа дайындығын қадағалау, тексеру. Екінші, өткен сабақты қайталау және үй тапсырмасынан сұрақтар беру. Бірінші сұрақ, біріктірулердің қандай түрлерін білеміз. Екінші сұрақ, ажырайтын біріктірулер дегеніміз не? Үшінші сұрақ, ажырайтын біріктірулердің қандай түрлерін білеміз. Төртінші сұрақ, ажырамайтын біріктірулер дегеніміз не? Бесінші, құрылымына байланысты шпонкалардың түрлері. Алтыншы, ажырамайтын біріктірулердің тағы да қандай түрлерін білеміз. Үшінші, жаңа сабақты түсіндіру. Бүгінгі өтетін сабағымыз біріктіру, бұрандалы біріктірулер. Бұрандалы біріктірулер дегеніміз не? Заманауи техникада кеңінен тараған біріктірулердің түрлерінің бірі, негізгі түрлерінің бірі бұрандалы біріктірулер. Бұрандалы біріктірулер бір-біріне қарай, бір-біріне тікелей бұрап, немесе бекіту, бұрандалы біріктіру деп аталады. Арнайы бөлшектер арқылы біріктірілген ең кең тараған түрі бұрандалы біріктірулер. Бұрандалы механизмдер, негізінен домкраттар, бұрандалы престер, өс бойымен жылжытуды орындауда қолданылатын негізгі құрал саймандар, заттар болып бөлінеді. Бұрама адымы, егер қарындаш өз-өзі арқылы айналатын цилиндрлі жазуша бойыменен бір қалыпты үдемелі қозғалса, қарындаш ұшы цилиндр бетінде винттік, яғни бұрама сызық негізінен токарлық жоңышпен жасалынады. Мына суретте көріп тұрғанымыздай бұранда адымы, негізінен бұранда адымы кескіш арқылы көрсетілген. Осы бағытта екі дөңес арасындағы арақашықтықтар бұл бұранда адымы деп аталады. Винттік сызықтың бағытына байланысты оң және сол деп екі түрге бөлінеді. Винттік, яғни бұранданың дөңестік пішіні жоңғыш аспаптың пішініне байланысты болады. Ол бұранданың профилі деп аталады. Бұрандалар көпшілігінің профильдері мен өлшемдері мемлекеттік стандартқа байланысты белгіленеді. Бұранда профильдері мынандай пішінде болуы мүмкін. Яғни осындай пішінде болады. Үш бұрышты, бұрыш 60 градус немесе 55 градус материкалық және құбырлық бұрандалар үшін жасалынады. Тең бүйірі трапеция тәрізді бұрыш 30 градусқа дейін. Трапеция тәрізді бұранда үшін.
тең бүйірлі емес, трапеция тәрізді, бүйір қабырғалары өстері перпендикуляр 15 градус және немесе 30 градус көлбеу тіректік бұранда үшін жасалынады. Тік бұрышты тәрізді, тік бұрышты бұранда үшін жасалынады. Жартылай дөңгелекті бұранда үшін жасалынады. Міне біздің суретте көрсетіліп отырғандай, бұранданың түрлері метрикалық бұранда, трапециялық бұранда, тіректік бұранда, тік бұрышты бұранда болып бөлінеді. Жаңа сабақты бекіту. Бұрандалардың қажеттілігіне қарай бұранда екі топқа бөлінеді. Бұлардың негізінен бекіту және жүрісті деп бөлінеді. Бекіту бұрандасының негізгі түрі метрикалық бұранда. Бұрандалары біріктірулер сызбадағы кескіннің тек кішкентай ғана бөлігі болғандықтан, осыған байланысты инженерлік және конструкциялық бұрандалы кескіндерді жеңілдетуді ойластырамыз. Қолданыстағы шартты белгілерді қабылдай отырып, сызбада көрсетілгендей бұрандалардың негізгі сызбалары көрсетілген. Сыртқы бұранда және сызбаның негізгі кескіндері. Мемлекеттік стандартқа сәйкес профиліне қарамастан оны тұтас негізгі сызықпен және тұтас жіңішке сызықпен бұранданың ішкі диаметр бойымен де сызамыз. Жуан және жіңішке сызықтардың арақашықтығы бұранда профилінің биіктігін белгілейді. Бұранда шегі тұтас жуан сызықпен көрсетіледі. Бұл мемлекеттік стандарттарға байланысты. Бұл ішкі бұранда, екінші суретте көрсетілген ішкі бұранда оның негізгі сызбалары. Үй тапсырмасына, бүгінгі тақырыбымыздың бекітіп болғаннан кейін енді біздің негізгі тапсырмамыз үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына білімгерлер мына сызбада көрсетілген сызбаны сызамыз. Бұның сызбаның негізгі бөлшектері тетік бөлшектің аксиометриялық проекциясы бойынша жұмыс дәстүрлерімізді сызып, бұранданың кескіні және белгілеулермен толықтырып отырамыз. Мына сызбадағы көрсетілген пішіндері, белгілері, осыларды, мына қадамдары, осылардың барлығын сызбада көрсетіп, анықтап, сызып, дәптерлеріне сызып алып келесіздер. Жекелеген оқушыларға тапсырма. Негізінен балдар, оқушылар бұл жерде негізінен қосымша әдебиетті пайдалану керек, немесе интернет мүмкіншілігін қолдана отырып, цилиндрлік және бұрама қосылыстарының кескіндеуін, белгілеуін, ерекшеліктері туралы баяндама немесе реферат дайындап келу. Негізінен қолданатын әдебиеттер тоқырлық өңдеу технологиясы Багдасарова, токырсының негіздері Сыздықова, металды кесу негіздері Багдасарова мен токырлық іс Сәрсенбаева. Осы техникалық кітаптарды керектерінше пайдалануларыңызға болады. Назарларыңызға көп рахмет.